Балаларыңызға дәл осындай сырты қытырлақ, іші өте жұмсақ болатын мини пицца дайындап көріңіздер. Ең алдымен осындай колбасамызды үккіштен өткізіп аламыз. Содан соң сырымызды үккіштен өткіземіз, екеуін жақсылап араластырамыз. Содан соң дүкенде сататын осындай ашытқысыз қатпарлы қамырды бір келке етіп жайып аламыз. Орташа қалыңдықта жайып, ішіне жаңағы салмамызды саламыз. Содан соң рулет тәрізді орап, бірнеше бөліктерге бөліп шығамыз. Кесілген бөлігін алып, оқтаумен бетінен бір жүргізіп өтеміз. Противенге қойып, барлығының бетіне жұмыртқаның сары уызын жағып шығамыз. Содан соң 180 градуста қызып тұрған пешімізге 30-35 минутқа салып пісіріп аламыз. Мінекей біздің мини пиццаларымыз дайын болды. Дайындап көріңіздер. Ұнайды деген ойдамын. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Алда қызықты рецепттер болады. Баршаларыңызға ас болсын.